Алёша, тамағын жей ғой. Вау, қандай әдемі. Дәмді екен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Иә, шынымен қызымның пікірімен келісемін, тек балаларға ғана емес, дәмділігімен үлкен адамдардың да көңілінен шығады. Бұл түрлі түсті тұшпараны дайындау үшін бізге қызылша және сәбіздің шырыны керек, және көк шөптен ақ желкен, яғни петрушка мен укропты алдым. Көк шөпті жуғаннан кейін ыдысқа салып, су құйып, погружной блендермен езіп аламыз. Илеуіштен өткізіп алып, тек жасыл суын пайдаланамыз. Енді әрқайсысына жұмыртқа, тұз салып араластырып аламыз. Ыдысымызға алдын ала илеуіштен өткен ұнды салып, бір сұйық массаны аздап құя отырып қамыр илейміз. Қамырымыз сәл қаттырақ басқан дұрыс, сол үшін суымызды бірден құя салмаған жөн. Міне осылай қамырымызды жинақтап алған соң, яғни біркелкі қамыр болғаннан кейін салафанға салып 30-40 минутке демалдырып аламыз. Қалған қызылша мен сәбіз шырынын дәл осылай қайталап қамыр илейміз. Бұл қамырларды алдын ала да дайындап қоюға және бір айға дейін тоңазытқышқа сақтауға болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін кез келген ұнаған етіңізді алып, оған сарымсақ, тұз, бұрыш қосып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен осылай алдын ала дайындап қойдым. Міне қамырларымыз демалғаннан кейін осылай біреуін алып жаямыз. Қажетінше ұн себеміз, тым жұқа жаймаған дұрыс. Осылай жайып алған соң, дөңгелек форма болса сонымен кесіп, не болмаса төрт бұрыш етіп кесіп алыңыздар. Енді әрқайсысына етті салып, жақсылап қамырдың шетін қысамыз. Етті көбірек салған дұрыс, сонда піскен соң тұшпараларымыз әдемі болып формасын сақтап тұрады. Қалған қамырларды дәл осылай қайталаймыз. Міне барлығын жасап болған соң, отымызға су құйып, тұз салып, сұйық май құямыз. Не болмаса сары май салсаңыз болады. Қайнағаннан кейін пельмендерімізді, яғни тұшпараны салып, араластырып жібереміз. Салған соң қайнағаннан кейін 7 минут шамасында пісіреміз. Сізге видео рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруыңызға болады. Асыңыз дәмді болсын.